Сәлем достар, сіздермен Салтанат. Бүгін сіздерге самсаханадағыдан да өте дәмді болып шығатын тандыр самсаның рецептісімен бөлісемін. Самсалар духовкада осындай еті жұп-жұмсақ, сочный болып піседі. Рецептің қызық болса лайк басып, каналыма тіркеліп пікір қалдырыңыздар. Видеоны соңына дейін қараймыз. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. 350 грамм ұнға, біраз қасық тұз, 100 грамм ерітілген сары май және 250 мл мұздай су құямыз. Қамырымызды пакетке салып 15 минутқа демалдырып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Кез келген етті ала беруге болады. 4 бүріштеп турап аламыз және 3 дана пияз, қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұз. Самсамызды тағы да сочный ету үшін 50 мл су құямыз. Салмамыз біріккенше жақсылап араластырамыз. Қамырларымыздың барлығын дайындап, пакеттің астына қойып қоямыз. Қамырдың бір бөлігін алып, кесенің көлемінде етіп жаямыз. Қалыңдау болу керек. Өйткені піскен кезде біздің самсамыз өте сочный болып шығады. Сондықтан қамырды жайған кезінде орта жағын өте қалыңдау етіп жайыңыздар. Қамырымызды кесенің ішіне салып, салмамызды ішіне жайғастырамыз. Осы көлемде 3 самса шықты. Сіздер майдалау етіп, тіпті бұдан үлкендеу етіп жасай берсеңіздер қалауларыңыз. Салманы салып болған соң, осылай гармошка етіп түйеміз. Асты қалыңдау болғаны дұрыс, өйткені жаңағы айтқанымдай сорпасы астына мүлдем шығып кетпеу керек. Сондықтан жақсылап бекітіп тұрып түйіңіздер. Өз пештеріңізге қарайсыздар, мен әсел пешінде 150-160 градуста 1 сағат пісіріп алдым. Және міндетті түрде бетіне жұмыртқа жағамыз. Самсаларымыз пісуге 10 минут қалған кезде жұмыртқаны қайтадан жағып, үстіне күнжіт сепсеңіздер, тіпті өте дәмді болып шығады. Айтып өткенімдей, міндетті түрде астын мықтап тұрып бекітіңіздер. Неге қыздар, 1 сағат уақытыңыз болса болды, осындай сырты қытырлақ, іші сочный болып шығатын самсаны өзіңіз-ақ үйде отырып жасай бересіз. Самсаңыз керемет болып шықсын десеңіз, мен айтқан майда детальдардың бәріне назар аударыңыз. Ал қыздар, сәттілік, каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Өйткені алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.